Екпін. Екпін сөйлеген кездегі белгілі бір дыбыстың, буынның және сөздің көтеріңкі дауыспен айтылуы. Екпіннің 4 түрі бар. Олардың ережесі. Сөз екпіні. Сөздегі бір буынның көтеріңкі дауыспен айтылуы. Сөз екпіні үнемі соңғы буынға түседі. Мысалы, еңбек дегенде бек сөзіне түсіп тұр. Еңбекші дегенде ш буынына түсіп тұр. Еңбекшілер лер буынына түсіп тұр. Екінші, ой екпіні. Сөйлемдегі бір сөздің көтеріңкі айтылуы. Бүгін әкем қалаға кетті. Әкем қалаға бүгін кетті. Бүгін қалаға әкем кетті. Дыбыс екпіні. Сөздегі бір дыбыстың көтеріңкі дауыспен айтылуы. Мысалы, бәрекелді дегенде ә дыбысы көтеріңкі айтылып тұр. Жарайсың. Жарайсың дегендегі а дыбысы көтеріңкі айтылып тұр. Тіркес екпіні. Сөйлемдегі күрделі сөздің бір ғана екпінге ие болуы. Мысалы, Қыпша бел, тез жаздым.